Қаңтар оқиғасы өткелі қанша жыл? 2 жыл болған шығар. Не өзгеру керек, Ринат? Мысалы, қалай біз жұмыс істеуіміз керек осындай жағдайда? Жүйе. Ашып айта алмауы мүмкін президент, былай істеңдер, былай істеңдер. Көрінген нәрсеге президент араластыра беруге мен жалпы қарсымын. Міне бізді құртып жатқан нәрсе. Бізде сонда шындықты және проблеманы айтатын депутаттар ғана ма қазіргі уақытта? Айта алмайтын нәрселерің бар бізде. Біз неменеге керек біз? Мына екі арада байланыс жоқ. Ақша жоқ деген өтірік сөз жәке. Есептеген кезде ауада 14 миллиард доллар жоқ. Егер біздің қазақ көшеге шыққыш халық болатын болса, 30 жылдың ішінде себебі аз болған жоқ. Алдарыңызға Жұманғарин келді ғой, енді істі көтереміз деп. Сол кезде қаншалықты қарсы болдыңыз? Бір министрдің проблема айтқанын естімеймін. Мәліс кейін. Ақша сұрағаннан басқа дым білмейді. Бізде не? Бәрі бақылауда, бәрі қадағалауда, бәрі жақсы. Міне жауаптар. Президент айтты ғой, қоғам қатыгезденіп бара жатыр деді. Себебін ойланып көрдіңіз ба? Ойланбаймын, білемін. Жиі айтып жүрмін. Иә. Идеологияның жоқтығы. Түсінесіз ба? Бұйырса. Бірақ оған әрекет жоқ әзірге. Қадам жоқ. Осы екеуі. Ниет бар ма? Ниет. Ниет те көріп тұрған жоқпын әзірге. Ал біз бастаймыз. Бұл қасқа жол және оның тізгіншісі мен Жамбыл Зейнолла. Енді қысқа қайрайын. Бүгін бізде қонақта Ринат Зайытов. Қатты таныстырып тізбей-ақ қояйын. Көп нәрсе өзгерген жоқ, әдеттегідей, тек фамилия аяғында оф жоқ болды. Ринат Зайыт. Иә. Келістік. Қош келдіңіз Құжат дейміз. бойынша. Жақсы. Сонымен жазғы демалысыңыз қалай өтті? Бірінші осыдан бастайық. Иә, сайлаушылармен кездестіңіз ба? Сайлаушылармен кездестік. Алғашқы 10 күндікте нақтылы, кестелі, жаңа партияның несімен осы жолы мен өзі кезектетіп отырам, Алматы мен Абай облысын. Осы жолы кезек Абай облысынікі болды. Әрине жоспардың кішкене бұзылған жерлері болды, себебі Өскеменде үлкен іс-шара өтті, жаңа соған біз қатысуымыз керек болды партияның тарапынан. Содан кейін бір-екі аудан қалып қалды кестеден тыс, дегенмен де әлі де сол аудандардағы белсенділері бар, жергілікті билік бар, хатқа бара алысып, бір ауданға көмекшім барып келді. Толық арылап ақпарат жинап қандай жағдайда екен. Өзіме демалысым ұнады жәке, шын айтайын, осы жолғы демалысым. Неге екенін айта кетейін, жұмысымды атқардым. Отбасымды бір 5-6 күн демалдырып алып келдім Алакөлге. Сосын таза шығармашылықпен айналыстым. Үйде жатып, Абайдың тойына дейін. Оған жатқан себебім, біз енді, мен өзім шығармашылықтың адамымын, жақсы білесіз, алдында Алматыда шығармашылық кешімді бердім. Енді іштегі тұтқындалған ойлардың бәрін бір азат ететін жер ол сахнада. Себебі сен саясаткер, оны көп нәрсені айта алмауың мүмкін, көп эмоцияң шығара алмауың мүмкін. Сондай бір жеңілдеу мақсатында мен өзі жоқ дегенде жылына бір рет бір шығармашылық кеш өткізгім келеді. Осы жолғы биылғы шығармашылық кеш қазір қараша айына жоспарлап отырмыз, бұйыртса Астана қаласында деп, Құдай бұйыртса. Соның толық сценарийін жаздық. Отырып шығармаларды реттеп, мынаны былай деп. Одан кейін Абайдың тойына бардым, керемет. Ел жұртпен, ондай той көрмегелі де біраз болды. Бір жақсы жасап, жаңа энергия жинап, келдім деп айта аламын енді. Осы жолға деймін. Сөйтіп кірісіп жатсыздар жұмысқа. Иә. Енді әдеттегідей жолдаудан басталады ғой сіздердің жұмыстарыңыз. Енді бұл жолдаудан жалпы не күттіңіз? Өзіңізге мынау қойын дәптерге түртіп алған бір маңызды жерлері болды ма? Болды, әрине. Кеше оны мен енді бәрі жарыса жолдау талқылап жатқаннан кейін өзім пікірімді білдіргем. Мен үшін маңызды, ең үлкен маңызы зор тезис ол президенттің біз бір ұлт болып табанды еңбек етуіміз керек деген жолдауындағы сөзі болды. Үндеу ғой бұл, иә? Бұл үндеу десек те болады. Бұл өтініш десек те болады, бұл тапсырма, бұйрық десек те болады. Қалай болған жағдайда біздің қазір бір ұлт болып қалыптасатын уақытымыз келді. Бір ұлт деген не? Бір тудың, бір тілдің, бір мақсаттың астына шоғырланған адамдар. Ол бір атадан тараған адамдар деп қабылдамау керек. Қазіргі заманда оның үстіне. Сондықтан, мысалы, американдық деген ұлт бар, дұрыс па?
қазір көп европалық мемлекеттерде де тіпті көшіп барған арабтардың өзі мен французбын деп айтады, біреулер мен неміспін деп айтады. Дәл сол сияқты бізде де тұрып жатқан бүкіл ұлттар бұрынғыдай әркімді әртүрлі алабажақ киіндіріп қоймай, мен қазақпын деп айтатын уақыты келді бәрінің. Өйткені олар қай жаққа барса да, Ресейге орыс көшіп барса сен қазақсың деп айтады оларға, басқа ұлт, басқа мемлекетіне көшіп барса сендер бәрібір қазақсыңдар дейді. Оның сөзінің дәлелі тіпті Германияға көшіп кеткенде 20 жылдан асып кеткен адамдар әлі күнге қазақша сөйлейді, әлі күнге өздерінше бас қосып ет жейміз дейді. Шәмшінің әндерін айтамыз дейді. Міне, олар ұлт болып осында қалыптаспаған негізінде. Олар қазір керісінше Германияда неміспіз деп өздерін қанша айтқанымен, ол жергілікті халық осы менталитетті, осы салт дәстүрді сіңіріп өскеннен кейін оларға сендер қазақсыңдар деп айтады. Сондықтан жаңағы жалған ұрандатпай, жалаң ұрандатпай, сосын бір әсіре ұлтшылдыққа салынбай, Мұқағали айтады, ұлтын сүйі бір бөлек, ұлтшыл болу жарай ма, қайтып айтам, дантеге жетпейсің деп абайға дейді. Біз өзіміздің жергілікті қазір барлық ұлттарды топтастыруымыз керек. Менің ойым сол, әу баста келгенде. Енді осыны президенттің аузынан естіген кезде мен қатты қуандым. Демек, осыған біз енді осыны желеу қылып, қадам жасауымыз керек. Ашып айта алмауы мүмкін президент, былай істеңдер, былай істеңдер. Бірақ біз оны өзіміз қабылдап. Сонан кейінгі тағы айта кететін, геосаяси жағдай өзгеріп жатыр деді. Геосаяси жағдай өзгеріп жатыр деген сөз қалпында болмайды. Бір құдайдан басқаның бәрі өзгермек. Енді біз білетін Ресей де бұрынғыдай Ресей болмайды. Біз білетін басқа мемлекеттер, Украинасы бар, басқасы бар, өзіміздің көршілестеріміз бар. Әлі қандай жағдайлар болады? Өйткені бұл геосаяси жағдай өзгере бастады деп айтты ғой, әлі аяқталған жоқ. Осы аяқталғанда біз біреудің қолтығына кіріп кетпей, бейшара болып, құлдырап, өзара ырың-жырың соғысып, қырқысып, шергас киім таппайтын, кер киім таппайтын, біреудің бір транзиттік мекені болып қалмаудың бүкіл әрекетін жасауымыз керек қазір. Геосаяси жағдай өзгерген кезде, сол өзгерістердің ішінде алдыңғы қатарда бұрынғы тмд мемлекеттерінің арасында Қазақстан тұру керек деп ойлаймын. Президенттің осы тапсырмасы осы шығар. Маған мен үшін маңызды. Енді цифрлық даму деген ол жылда айтылып жатыр. Оған әсте-әсте келе де жатырмыз. Цифрлық даму бойынша. Одан кейінгісі және нақты қадам бар ғой енді, өйткені министрлік құрылады деді. Министрлік құрылады, оның бәрі біз істегіміз келмесе де істеуге мәжбүр боламыз. Цифрлану. Дүние жүзі соған өтіп жатыр. Біз тек оны өзіміздің қазақ басқара алатындай, ертең жаңағы Дуровы бар, тағым бар, Маскы бар, басқасына алақан жайып қарап отырмауымыз керек. Біздің өзіміздің Павел Дуровымыз болу керек, біздің өзіміздің кіммен WhatsApp-та ойлап тапқан сонымыз болуымыз керек. Қазір міне айтуым еді, сол шығып жатыр ғой епте. Дұрыс, тағы да шығарсын. Телеграмның да баламасын шығарсын. Неге? Ол тек қана Қазақстанның ауқымында емес, бүкіл әлемге тарайтындай мүмкіндігі болсын. Ертең онда біреулер қолдансын. Цифрлану деген осы. Біз енді елімізде мына өз қазанымызда қайнап жатырмыз ғой, бірақ сонда халықаралық аренаға шығатын уақыт келді. Әрине. Біз қазір халықаралық аренада жүрміз негізінде. Бірақ ең қымбат ресурс адамдарды ұстап қалу әрекетін жасап жатқан жоқпыз. Біздің үлкен ақылдарымыз өкінішке қарай шетелге кетіп жатыр. Менің білетін бір мысалым осы АЭС тақырыбында жүрген кезде, қазіргі атом энергетика бойынша басқарып жатыр ғой, Алмас Адамзатқалиевтің. Сонда жұмыс істеуге келді. Қазақ энергетика алдында Қазатомпромға келді. Америкада атом реакторының тура жанында істеген тұңғыш қазақтың баласы. Сол кезде сол жігітті мен ақырын сұрадым да, айлық қалай ол жақта деп едім. Менің Қазатомпромда топ менеджер болып алатын айлығым Америкада стажер болып алған айлығымнан аздау деді. Біз осындаймен қалай өзіміздің ақылдарымызды, ғылымдарымызды ұстап қаламыз. Бізде ғылыммен айналысуға мүмкіндік жасалмаса, ғылыммен айналысып жатқан жас отбасыларға жағдай жасалмаса, ол қиын жағдай болады. Ал басқасында спортта бармыз, мәдениетте бармыз, өнерде, тіпті продукция, қымыз қазір бүкіл дүние жүзіне брендке айналып барады. Қымыз бен шұбат. Оны да ашығын айту керек, солай екен. Жылқы жеуді негізінен бізге. Тіпті интернетте белгілі бір нәрсені топқа шығаруда қазақтар алдыңғы қатарда. тмд мемлекеттерінің ішінен шыққан танымал болған әншілердің барлығы бірінші Қазақстанға келгісі келеді. Неге? Өйткені оларды әлеуметтік желіде танымал ететін, ей олла болсын, басқа болсын, танымал ететін қазақ аудиториясы. Біз әлемде тұрмыз, тек осыны топтастырып, қазақстандық ұлттық бренд болатындай
бұл Қазақстаннан қашып барып сол жақта қалыптаспау керек. Қазақстанда барып қалыптасып әлемге солай танылатын жағдай жасауымыз керек. Енді Ринат, біз міне ақылды адамдар кетіп жатыр дейміз ғой. Бірақ екінші бір мәселе, шетелде бізде 7 миллион қазақ тұрады. Бірақ соларды елге әкелуге біз жағдай жасап жатқан жоқпыз. Бір жағынан кетіп жатыр, екінші жағынан олардың орнын басатын адамдар келмей жатыр. Кедергі. Яғни, көші-қон мәселесі үлкен, соған қатысты мысалы жолдауда не айтылды? Көші-қон мәселесінде көп айтылған жоқ. Жалпы көтеру керек пе еді, негізі осы мәселені енгізу керек пе еді жолдауға? Көші-қон мәселесін жолдауға енгізетін мәселе емес. Мен сізге айтайын, бұл тек біздің екі премьер-министр мен салалық министрлік, жаңағы әлеуметтік еңбекпен қорғау министрлігі, сол екеуінің ақ бітіре салатын шаруасы. Бұл жерде оған президент араластырып керек емес дейсіз ба? көрінген нәрсеге президент араластыра беруге мен жалпы қарсымын. Көрінген нәрсеге енді қарапайым тілде түсіндірейінші. Тағы ертең мен өзі жақсы көремін, халыққа сондай себеп беріп қойған, мен өсектейтін. Ойбай, президент папасы деп, папам деп айтты дейді шығар ертең. Мен қарапайым тілде түсіндірейін. Семья шағын мемлекет дейміз. Мемлекетте мысалы әкең ақша табады, шешең тамақ істейді, үйдің үлкені үйді жинайды, ортаншысы жаңағы кішісі сабақ қарауына әрекет жасауы мүмкін, жұмсауға барып келуі мүмкін. Әркімнің өзінің міндеті бар, дұрыс па? Иә. Әкенің тамақты да істеп, үйді де жуып, баланы да емізіп, баланы да туып, кірді де жуып, үйді де тазалап отыратын мүмкіншілігі жоқ. Ал семья шағын мемлекет. Енді осының ауқымын кеңейтетін болсақ, біз неге қит еткен нәрсені президентке айта бергізуіміз керек? Неге оны осы тенденциядан қашу керек? Бұл Назарбаевтың кезінде диктаторлық режим болғаннан кейін қалыптасқан қағидат. Етіміз үйреніп қалған. Соған 30 жыл етіміз үйреніп қалды. Ал қазір бар да шешіңдер деп отыр. Әрбір лауазым тұлғаға. Бірақ өкінішке қарай жаңағы сүйекке сіңіп қалған қорқақтық президент айтпайынша ешкім қозғалмайды. Жауапкершілікті ал, шешім қабылда, жұмыс істе. Енді мысал айтайын. Алакөлде демалып жатырмын. Осы жол шілденің қайнаған ортасы. Ана жерде бәленбай жүздеген мың адамдар жүр. Топырлап адам тұр. Мынау не деймін? Премьер-министрдің орынбасары, министр, облыс әкімі тұр дейді. Сіз сол кезде демалып отырсыз? Мен демалып жатырмын семьямен. Қызық болған екен. Әйелім айтады, барып амандаспайсың дейді. Қой дедім, осылардан шаршап келдім мен. Мен демалуға келген адаммын. Ішімнен не күлерің, не жыларың білмейсің. Өйткені 1,5 жыл бойы біз комитетте, мәжілісте айтып отырдық. Ей, Алакөлде не дәретхана жоқ, Алакөлде мынау жоқ, ана 8 километр жол отын болып жатыр. Ана жерде ойбай қоқыс бар екен деді. Қарастырамыз, бақылауда деген жауап. Президент айғайса бет, бәрі жетіп келді. Бірақ сен шілденің ортасында келме. Алакөлдің жағдайын түзеткің келсе, наурызда бар. Жердің тоңы кетіп, наурыз, сәуір болмайды, тәуір болмайды. Сол кезде, сол жердегі ешкім қарақұрым, ыбыр-жыбыр демалушылар жоқ. Ешкімнің ештеңесін бұзбайсың, бірақ сол жердегі әрбір демалыс базасының иесі соның басында жүреді. Сәуір айынан бастап. Ыңғайлайды, ішін жөндейді, тазалайды. Сол кезде бүкіл проблема да көрінеді, бәрі көрінеді. Сол кезде барыңдар. Не болмаса айтқан адам құлақ асыңдар, көріп барып келіп жүрген адамды. Жоқ, президент айтпайынша ештеңе болмайды. Тағы бірқатар тақырыптар айта аламын мен. Былай деп. Дін мәселесінде де, басқасында да президент айтса ғана деп отырмыз да. Оның бәрін үйтіп жүктеп қойып, ол қастандық деп ойлаймын. Өйткені президенттің тарапынан бәрін мен ғана істеуім керек деген нұсқау жоқ. Құрылтайда өткенде көрдіңіз, Ермұрат Бапи айтпақшы, анау айтпақшы, демеге естіп отыр. Белгілі өзіне қажет ақпарат, жеткен ақпаратты қорытып отыр. Енді қалған жұмыс істесеңдер, шешім қабылдасаңдар. Немесе бүкіл шенеуніктерді қайтарып жіберейік, болды. Орындаушылар ғана қалсын да, президент осыны ананы істеңдер, мынаны істеңдер. Ол үйдің сыртын түзей ма, ішін түзей ма? Соны айтамын. Оңай емес қазір сыртқы жағдайымыз. Мына жақта анау отыр, екі көз алар, ертең кіріп келем деп. Мына жақпен келістік, қауіпсіздігімізді қамтамасыз етіп. Ар жақта туысқандарымыз бар, теңіздің ар жағында бар туыстарымыз. Олардың бәрімен келісу, ол өте оңай нәрсе емес. Әрқайсының қас-қабағына қарап отыр. Мұхиттың ар жағында аналар отыр, сендер не істейді екенсіңдер. Оның бәрімен тіл табысып келіп, енді жағдай жасап бер, міне инвесторлар келіп жатыр, міне былай, жерасты байлықтарыңыз заң былай өзгерді, былай өзгерді. Оларға жұмыс істесін де. Жоқ, бізде керісінше бар. Оның айнасы
кешегі жолдауда ана сурет жаңағы өзім айтып тікелей сол жолдауды орындау керек адамдар сол жолдау оқылып жатқанда ұйықтап отырса, бұл ойланатын нәрсе. Жаңағы мен айтамын сол. Әркім шешім қабылдасын, әркім өзінің міндетін атқарсын. Сонда бізде мынаған президент кінәлі, мынаған анау кінәлі деген әңгіме тумайды. Нақты Сталиннің бір жақсы сөзі бар ғой. Әрбір проблеманың аты, тегі әкесінің аты болады дейді. Фамилия, имя, отчество болады дейді. Әр проблеманың ар жағы. Сол тура сол. Түсінікті. Инвесторлар демекші айтып қалдыңыз ғой, инвесторларға жағдай жасау керек деді, иә? Бірақ бұл жерде мынау активтерді қайтару комитеті атауы өзгереді деді. Яғни атауы өзгергеннен кейін оның немесе қызметі, міндеті ол да өзгереді деген сөз ғой. Сонда біз шетелден өзі қайтара алмай отырған активтерді енді қайтарылмайтын болды ғой, солай ма? Активтерді қайтару комиссиясының жұмысы менің ойымша. Иә. Құлдырап қалды. Сәтсіз болды. Менің ойымша. Иә. Және оның себебін мен сол комиссияның үкіметке бағындырып қойғанынан көремін. Біз басын ұсыныс бердік. Мәжіліске қарасын бұл комиссия деп. Мәжілістен бірақ депутат бар оның ішінде. Башимов Марат бар. Басқасын хабарсызбыз біз. Егер активтерді қайтару комиссиясы өзінің деңгейінде жұмыс істесе, мен арыға бармай-ақ қойын, ананың миллиарды, Назарбаевтікі, ананікі деген айтпай қойын. Алакөлдің жағасында Назарбаевтардан қалған керемет үй бар. Демалыс үйі, сарай қып салады ғой енді олар. Соның бос тұрғанына қателеспесем 4 жыл кетті ғой. Соны қайтарып алып, Алакөлде бір мүгедек балаларға жағдай жасалған, жетім балаларға бір жағдай жасалған баратын жер жоқ қой. Тартып алды, Жакуповаға берсе, Светлана Қаукен. Яғни ешкім бата алмай отыр ма әлі күнге шейін? Қайда комиссияның жұмысы? Бәлкім президент сол комиссияның жұмысын көргеннен кейін, қой мынаның атын ауыстырайық деген жер. Яғни бұл іс басталмай жатып, ол сонымен тоқтады ғой. Иә. Көз бояушылық үшін бір екі адамды нақтылап айтайық, ойбай, Боранбаевтан алдық, Сатыбалдыдан алдық деді. Оның өзін алған сомасын көрсең, жаңағыдай не күлгім келеді, не жылағым келеді. Менің бұл жеке пікірім. Қателесуім де мүмкін. Иә, түсіндім. Қайрат Қожамжаров. Солай ма еді? Сол. Қайрат Қожамжаровқа қатысты мысалы қазір іс қозғалып жатыр ғой. Енді ол Қазақстанға қайтады және жазасын алады дегенге сенесіз ба? Қатты сене қоймаймын. Бәлкім енді маңайында болған бір-екі орындаушысын жаңағы ойбай деп айғайлап тұрып соттауы мүмкін. Болып жатыр ғой ондай жағдайлар. Кімді қамамады, кімді босатпады, кімді міне ертең іс қозғалады деген адамдар одан лауазымға тағайындалып кеткендер де болды. Мен сондықтан таңғалмаймын ештеңе. Қазақстанда негізі қызық жағдай негізі, иә. Ештеңеге таңғалуға болмайды. Оның артында мысалы Байбек бар, Нығматуллин бар, ертең оларға да осы енді Қожамжаровтың қатысты іс қозғалып жатыр ғой енді әйтеуір. Кішкене бір үміт, иә. Бір үміт сыйлағандай болды. Ертең сол Байбек, Нығматуллин де осы неге тап болады деген ой бар ма жалпы? Оларға да қатысты іс қозғалады. Жоқ, әңгіме деңгейінде қалып қоятын сияқты. Менің ойымша. Әңгіме деңгейінде қалып қоятын сияқты. Енді. Өйткені Қазақстанға емін-еркін келіп жүр. Бір талайы. Сіз айтқан фамилиялардың. Той томалақта жүр осында. Иә. Медиа ресурстары бар бір талайының. Айтқызғысы келгенін айтқызып отырған, көрсеткісі келгенін көрсетіп отырған. Не кедергі оларды қазір қамап тастауға? Не кедергі? Сонымен сізден сұрайын. Дәлел базасы жоқ па? Бар. Арызданушылар бар, шағымданушылар бар. Түгеліне. Соны айтамын. Іс қозғалмайды. Ашық айтылып та жатыр ғой, мысалы, талай подкастқа сол келеді жаңа. Иә. Дәлел келтіріп отырған адамдар бар. Иә. Нақты источник. Иә. Қолында құжаттары бар. Иә, соны айтамын. Бірақ іс қозғалмайды. Иә. Қаңтар оқиғасы өткелі қанша жыл? 2 жыл болған шығар.
Не өзгеру керек Ринат? Мысалы, Жүйе. қалай біз жұмыс істеуіміз керек осындай жағдайда? Жүйе. Жаке, мен қарапайым нәрсе Иә, деймін. түсіндіріп беріңіз ендеше. Баяғы заманнан қалған мынандай ең қисық қағидат бар. Біз тек жақсы нәрсені айтуымыз керек. Есеп бергенде де, әңгіме айтқанда да, осы подкасттан кейін ертең маған біреулер ренжуі мүмкін. Неменеге айтасың деп. Депутат емессің ба? Осыны айтуың керек пе сенің деп. Бірақ ауруын жасырған өледі деген қағидатты, білмеймін, Ақордадан бастап кез келген мекеме, квази мемлекеттік секторға маңдайшасына іліп қою керек шығар. Қарапайым мысал алайық. Осыдан 1-2 күн бұрын бізде фракция болды. Жолдаудың орындалуы бойынша премьер-министр келіп есеп берді. Осы жолдаудаға дейін ба? Я өткен жолдаудағы орындалуын енді есеп алдық қой бізде. Бәрі керемет. Жылдың аяғына дейін мен міне премьер-министрдің өзіне де ескерткем. Бүкіл қазақстандықтарға айтамын. Премьер-министрдің айтқан сөзі, менің сөзімен біз ертең тағы менен көріп жүрмесін. Уақыт бойынша көріп жатыр ғой өзіменен. Менен көрмесін. Бұл премьер-министрдің сөзі. Биыл Қазақстанның барлық елді мекендері 100% ауыз сумен қамтылады. Деді. Деді. Иә. Есеп. Ешқандай проблема жоқ. Шынтуайтында қалай? Сондықтан мен қақылдап жүргенім жүйені өзгерту керек, жүйені. Міндеттеу керек. Кез келген баяндамашыға 2 бет мақтандың ба, 2 бет проблемаңды айт деп міндеттеу керек. Сол кез ол 3-ші жиналыста бүкіл өз проблемасын шешіп болғанда басқа проблемаларды іздей бастайды. Міндеттесең. Ал біз керісінше айтқызбаймыз. Иә. Кемшілікті айтпа, ойбай айтпа. Бізде бәрі керемет. Міне бізді құртып жатқан нәрсе. Өз-өзің батырды бәрекелді өлтіретін кері. Өз-өзімізді өтірік мақтап, өтірік жұбату. Айтқызбағысы келеді, аузын жапқысы келеді. Ал не қашанғы жабамыз? 30 жыл жапты ғой аузын бәрінің. Айтпаңдар, айтпаңдар. Айтыс жауып тастайды, шындықты айтса. Анан жауып тастайды. Қара тізімдері бар ойлап тапқан. Адамды изоляция жасап тастайды. Бұл не дандайсу? Біз неге өзімізге өзіміз проблема, шындықты айтудан қорқамыз? Мысалы, жаңа семья шағын мемлекетке келейік. Отырыңыз үйіңізде. Мен қызым жақсы, мен ұлым жақсы деп. Не істесе де сөйтіп отыра берші. Ертең кім болады ұлың мен қызың? Қызың жезөкше, ұлың қылмыскер болып кетуі мүмкін. Я дей берсең. Сен о проблемасын көргің келмейді. Оның ана үлкенге кішкентайынан зекіп сөйлегенінен басталады мысалы. Сәлем бермегенінен басталады. Сен оны ешқайсысын көрмейсің. Мен ұлым, мен қызым деп отырасың. Ертең не істейді? Өзіңе келеді. Мемлекетте дәл солай. Проблемасын айтпадың ба? 30 жыл айтпады. Не істеді? Қаңтарда бірақ шықты көшеге. Бізде сонда шындықты және проблеманы айтатын депутаттар ғана ма қазіргі уақытта? Депутаттардың өзінде де тежеуі бар. Сен айта алмайтын нәрселерің бар. Ал міндеттесек, мына проблема бар. Иә. Сол кезде ашылады бәрі. Оны кім міндеттеу керек енді? Халықтың сөзі өтпейді. Бізде тағы да президент айту Бізде керек. бәрін тізгіндеп ұстап отқан Жаке, сіз менен жақсы білесіз. Орган бар бір. Қай орган? 2 әріптен қысқартып айтамыз. Президент әкімшілігі ме? Бүкілін тежеп ұстап отырған солар ғой. Бүкіліне сөз өтетін солар. Оны неменеге жасырамыз біз? Оны тіпті президент айтты өткенде. Алдында. Бір сөзінде. Президент әкімшілігі деді, өзінің шаруасымен айналыссын деді. Артық міндет алмасын өзіне деді. Бұл Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сөзі. Және мен осы сөзбен толық келісемін. Мысалы. Иә. Бізде мен өзім мысалы ескерткіш қою туралы комиссияның мүшесімін. Мысалы. Өткенде жиналыс болды. Төраға болып вице-министр отыр. Соны айттым, биыл Міржақыптың тойы ғой. Жігіттерде ақша бар. Өз ақшамызға Астанадан Міржақыпқа бір ескерткіш. Жоқ, біз ондай шешімді қабыл. Онда неменеге комиссиямыз біз? Егер оның бәрін президент әкімшілігінен рұқсат сұрау керек болатын болса, біз неменеге керек біз? Тарқатып жіберіңдер бәрін. 2 адам шешетін болса. Қызық, ә? Мемлекет кеңес шешетін болса, басқамыз неменеге керек біз? Мысалы, сол енді ұсыныс не болды? Жоқ, оны сіз жұмыс тәртібінде, заң аясында ұсыныс қылып жазбаша бере аласыз.
Алаштың астанасында осы жерді армандап, осы жердің қалыптасуына бірден бір үлес қосып кеткен Әлихан мен Міржақыпқа ескерткіш қоя алмайтын болса, өз ақшасына бюджеттен бір тиын алмай. Иә. Онда несіне тәуелсіз Қазақстанбыз біз? Несіне бұл Алаштың астанасы? Ал сол шешімді қабылдай алмайтын болса, несіне Ринат Зайытұлы комиссияның мүшесі, несіне сол жерде Айбек Жексенәлі төрағалық етіп отыр? Неменеге керек бұның бәрі? Көзбояушылық үшін бе? Біріншіден жүйе өзгеру керек дедіңіз, сосын? Міне, әр адам өзінің жауапкершілігін сезініп, жүйені солай өзгерту керек. Болды. Сен мақтағаның рахмет айналайын. Сен маған проблеманы айтты керек. Болды. Сол кезде көрінеді бәрін. Проблема айтылғаннан кейін оны шешудің жолдарын іздейсің. Проблема айтылып жатыр ғой халықтың тарапынан енді. Бірақ оны мойындамайды ғой. естіп жатыр. Мойындамайды. Иә. Мойындамайды. Жоқ дейді. Олай емес дейді. Мына екі арада байланыс жоқ. Иә. Неден? Өйткені оны айтып отырған министр де өзінің қарамағындағыларға сенімді болып отыр. Олар солай есеп берді ғой. Мен 100 мысал айтып бере аламын. Бізде комитетте болған басқасы. Гүрс еткізіп есеп тұрып жүреді. Жайлы мектеп бойынша осынша мектеп Абай облысында салынып бітті дейді. Қалай жігіттер салынып бітті, мен көзбен көріп келдім ғой. Шо бізде онда шаруамыз жоқ дейді. Министрлік ақшасын аударып болғаннан кейін бітті деген сөз дейді. Басталмағаны бар оның ішінде. Жоқ. Сондықтан қайталап айтамын. Жүйені өзгерту деген не? Әркімнің өзінің жауапкершілігін көбейту. Мемлекеттік сатып алу деген қасірет бар бізде, мысалы, Госзак. Ұрлықтың тура ортасы. Мен оны да түсінбеймін, таң қаламын. Мысалы, театр директорын алайық та. Театр директоры театрға 10 метр мата алу үшін оны компьютерға неменеге салады, мысалы. Бардала берсеш, жауапты сонда сен боласың. Ана матаның сапасына да, бары мен жоғына да мекеменің басшысы жауапты болады. А қазір не? Мекеменің басшысы тендер жариялайды. Анау әкелді, бір спектакльден кейін ол жағы 10 метр матаның дал-дұлы шығып жыртылып қалса, мекеменің басшысы отырды, мен қайдан білейін, мемлекеттік тапсырыспен алып келді, міне дейді. Аналар айтады, порталда қандай характеристика болды, біз сондайын әкеп бердік дейді. Ортасында кім зардап тартады? Жасу театрның қызметкерлері иттей болатын. Ешкімде жауапкершілік жоқ. Жүйені өзгерту деген осы. Нақты адамдардың жауапкершілігін маңдайына тайға таңба басқандай көрсетіп басып беріп, және де талап ету керек. Жасанды интеллект министрлігі құрылатын болса, жағдай түзеледі дегенге сенесіз бе? Яғни барлық ақша бақылауда, бәрінің істеп отқаны бақылауда деген сияқты. Жасанды интеллект болғанмен, бұл жерде адами фактор бар. Қайтадан айтамын, жасанды интеллект мысалы, бір үйді салатын ақшаны есептеп береді. Бірақ ол сол үйді салып жатқан екі құрылысшының екі мөшек цемент ұрлап кететінін есептей алмайды. Жасанды интеллект сол құрылыс салынып жатқанда, сол құрылыстың арматурасын әкелетін мемлекетте төңкеріс басталып кетпей, соғыс басталып кетуі мүмкін екенін есепке ала алмайды. Содан кейін не болады? Қайта есептеу керек болады. Проблема болады. Сондықтан жасанды интеллектті енгізген кезде басында менің ойым, бәрібір резервті ақша қосымша бөліну керек. Сонда жұмыс тоқтамайды. Сонда анализ жасауға болады. Жаңа резервтен қанша ақша кетіп қалды, қалай, неге кетті. Аз ақшаны ешкім ұрлай алмайды ғой. Негізгісін жасанды интеллектте есептеп берсе. Сосын әрқайсысына түсініктеме беріп айтуға болады. Міне, кірпішті интеллект 25-тен кейін есептеп берді, бірақ бүгін кеше есептеп беріп еді, бүгін кірпіш доллардың қымбаттауына байланысты 30 теңге болып кетті дейді. Болады ғой олай істеу. Ал бәрін жасанды интеллект бүкіл проблема шешеді деген бос сөз. Айдарбек Қожаназаров өткен жылы ма? Осы ChatGPT жасанды интеллекттің көмегіне жүгініп сауалдарға қатысты бір бастамалар көтеріп еді ғой, бірақ ол да аяқсыз қалған сияқты. Білмеймін, мен жасанды интеллект пайдаланбаймын. Себебі ақыл есімнің ұзақ сақталғанын қалаймын. Алжып кетесің ғой сен жасанды интеллектке бағына берсең. Жақсы. Үкімет отставкаға кете ме, және кететін болса, кім үкімет басына келу керек? Нәтиже қандай? Неменеге? Яғни адам ауыстырғанмен не пайда дейсіз ба? Жүйені ауыстырыңыздар, сонда Олжас Абайұлы Бектеновтің жұмысы басқаша көрінеді. Егер жаңағы талап қойылатын болса. Түсіндім. Қазақстандағы ең төменгі айлық бар емес пе? Түркменстаннан мысалы 2,5 есеге төмен екен. Түркменстанды былай алып қояйық.
Бұл тақырыпты біз қузап жүргенімізге 2 жылдан асты. Жақында конвенцияға қол қойды. Ең төменгі жалақыны есептеу бойынша. Осы сауалыңыздан кейін сізді популист деген жоқ па, Иә. Бір адам айтты оны. Сонымен біз жаңағы еңбекпен қорғау министрінен бастап жүрген жерден жерін алып жерге саламыз, оны жақсы білесіз. Сіздер ең төменгі жалақын көтергілеріңіз келмей отыр. Ақыры олар да жалыққан шығар. Ертең пленарлық отырыста да айтам бұйырса, бүгін келіп айтты. Міне деді. Жаңа конвенцияға сай 5 түрімен, 5 механизммен есептеген. Ол бүкіл дүниежүзілік сарапшылар ұсынған методикамен есептегенде, жоқ дегенде біздің елде ең төменгі жалақы 101 мың болу керек екен. Ол жаңа ғана есептеп бергені. Енді осыны министрлік апарып тұр ғой, қаржы министрлігіне. Міне, біз есептедік, жаңа конвенциямен, бәрімен. Өткенде Жұманғали маған жауап бергенде айтты ғой, біз есептеп жатырмыз ең төменгі жалақын деп. Мен Жұлдыз Досбергеннен сұрағын қайталадым да, нақты жауап берген жоқ деп. Не дейді қаржы министрлігі? Ақша жоқ дейді. Ақша жоқ. Қазақ телекомның басшыларына, қтж-ның басшыларына миллиардтап премия беруге ақша бар да, мынаған ақша жоқ алып өліп қойыңдар дейді. Қаңғып жүрген Танашев айтпақшы, иттерге бөлінетін ақша бар, ең төменгі жалақыны өсіретін ақша жоқ. Ертең пленарлық отырыста мен бұйыртса оны айтамын осы сұрақты. Қоямын кеп отыр. Кім жарылып кетеді? Ақша жоқ қой бізде. Бізде дым ақша жоқ. Бізде той жасайтын ақша жоқ. Бізде ойбай деп Алматының тауына шетелден анан-мынан бәленбай форум бірдеңе деп шақырып алып. Соған ақша бар ғой бізде. Бізде жыл сайын шырша алатын ақша бар ғой. Бар ғой. Бізде қажеті жоқ телеканалдарға басқа мемлекеттің миллиардтап беріп жатқан ақшамыз бар. Бар ғой. Неге ақша жоқ дейміз? Үкіметтің есебінде экономикамыз өсіп келе жатыр. Бәрі өсіп келе жатыр, ең төменгі жалақыдан басқа. Қисынсыз өтірік қой. Енді бәрін өссе заңдылық болу керек қой, айлықта өсу керек шығар. Яғни халықтың әлеуметтік жағдайы өсу керек. Халық сезіну керек оны, экономиканың өскенін. Бірақ бізде олай емес. Кері сезім жатыр. Неге біз ендеше Аятжанға қарызбыз? Жаңа міне жекеменшік мектептерде Аятжан демей-ақ қойыңызшы, мен сізге айтайын. Жәке, одан да таңғалатын нәрсе айтайын. Біз қазір жаңадан құрылған 2 аудан бар, Жаңа Семей ауданы, Мақаншы ауданына 4 миллиард теңге қарызбыз. Айлықтарын бере алмай отыр. Құрылғалы қанша болды олардың? Өткенде жаңа Алакөлге барып, аудан әкіміне сөгіс жариялады дегенді оқыдым да, мен күлдім. Таяқ жейтін адам тауып алды да олар. Аудан әкіміне сөгіс жариялап кетіп, жұмыстарының нәтижесі. Шаруалары жоқ, ана ауданға біздің қарыз екеніміз. Үкіметтің. Соны айтамын. Айлығының ақшасын бермей отырған. Аятжанды айтпай қойыңыз маған. Парадокс. Міне, ОСМС бойынша емдеген ауруханалар тағы да мысалы ақшаларын ала алмай отыр мемлекеттен. Құрылыс нысандары бар әлі, ақшасы аударылмаған трансфер. Боқ балған. Әне күні Үржар ауданында мәдениет үйі бітіп қалыпты бір ауылда. Барын жігіт айтады, жаңағы мердігер жігіт. Рәке, мен өз ақшамы осы уақытқа дейін салып келдім. Енді бітті ақшам дейді. Құрылыс бітейін деп қалды, бірақ бітіре алмай отырмын дейді. Ақшам жетпей қалды дейді. Аудармай отыр, иә? Ақшаң қайда десем, үкімет берген жоқ дейді. Түсінікті. Ақша жоқ деген өтірік сөз жәке. Мен қайталап айтамын үкіметке де. Ақша жоқ деген сылтауды бізге айтпасын. Ақша жоқ деген жаңағы активтерді қайтару комиссиясын айтсын. Бұл енді НДС-ті көтереміз деген үкіметтің айтқаны ғой енді, ақша жоқ деп. Бюджетті толтыруымыз керек, өз кәсіпкерлердің арқасында. Халықтың неге нәсі бар? 30 жыл елді тонаған, сол ақшаны әлі қалтасында, не болмаса Қазақстанда, шетелде активтерінде ұстап отырған адамдардан қайтара алмай отырса үкімет, комиссияның тісі батпай, қауқарсыз, бейшара болып отырса, халықтың неге нәсі бар өшті? Неге нәсі бар халық? Неге таяқты ешкіге лақтырса қойға тию керек?
өте ауыр сұхбат болып тұр. Жоқ, ауыр емес, бұл Иә. ашық Бұл- нәрсе да. Жоқ енді, қай саланы мысалы қазір тиіп кетсең болды, әйтеуір бір шикілік шығады. Себебін айттым ғой. Себебін айттым ғой. Иә. Жасырған сайын ол шикілік, сен мысалы артыңды жапқан сайын артыңдағыға қатты көріне бастайды ол сенің шикілігің. Сондықтан солай. қазір ақ ашып айтсақ бәрін проблемалардың, оның шешімі табылмайды емес, табылады. Бәрінің шешімі табылады. Қандай потенциалы бар мемлекетпіз. Кеденнен 14 миллиард доллардың қайда кеткенін білмей отырғаннан не қалайсың? Қайдағы ақша жоқ енді. Ол да дәлел факті ғой. Қытаймен екі ортадағы саудасы, Қытаймен екі ортада ғана сауда саттықты есептеген кезде ауада 14 миллиард доллар жоқ деді. Оны ресми айтты бәрі. Қайда? Ақша жоқ деген осы ма сонда? Неге бұған халық жауап беру керек? Мен халықты да бір жағына шығып алып, ойбай халықты ғана дұрыс деп отырған жоқпын. Ол жерде тіттей халықтың да кінәсі бар. Өткенде Алматыда бір досымның атасының тойы болды да, енді бірақ оның тұрып жатқан ауылынан әлде қайда ұзынағаш жақта жүрсін, мен айтайын құрсын, мына екі арада бәленбай ресторан бар, ауылға жақынырақ неге жасамадың десем, бос емес дейді ешқашан. Алла, масқара, иә. Оны көргеннен кейін үкімет не дейді? Халық шалқып өмір сүріп жатыр. Иә. Айфонға өшіретте тұрған кезде халықтың бәрі. Самолетке билет жоқ болған кезде. Дұрыс. Сенатты қалай дұрыс айту керек енді? Ол жабылу ма, әлде сенаттың жойылу? Тарату деп айтады, дұрыс. Иә. Ендеше сенатты тарататын болсақ, жағдай қалай өзгереді? Мысалы, жалпы бұл жаңалықты қалай қабылдадыңыз? Мен жақсы қабылдадым. Сенаттың несін жасырамыз енді. Әрине, ағаларымыз айтады, бұл өз дер кезінде, керек кезінде болған институт деп айтады. Менің ойым мүлдем басқа. 95 жылы сол кездегі президент, сол кездегі мәжілістен, парламенттен қорықты да, қатты. Өйткені ол кезде марқұм Серікболсын Абдилдиндер Амангелді айтты, ол Шерхан Мұртазалар дүркіреп тұрған парламент болған мәжіліс. Күндердің күнінде бұлар менің қылмысымды көріп қояды да, бет бақтырмай кететінін білді де, өзін қорғаушы орган ретінде Қазақстан Халықтар Ассамблеясы мен Сенатты ойлап тапты. Иә. Менің пікірім осы. Мен бұны шындық деп отырған жоқпын. Дәлелім бар, ау деп отырған жоқ. Бұл менің ойым ғана. Әйтпесе, қандай да бір Сенаттың қажеттілігі 20 миллион халыққа бар деп ойламаймын. Түк те өзгермейді, егер Сенатты тарататын болса. Түк өзгермейді. Байқамай да қаламыз. Түк те өзгермейді. Ендеше мәжілісмендердің санын көбейту керек қой, қалай болу керек бұл процесс неге? Болу керегінде шаруам жоқ. Қазір маған салсаңыз, мен мәжілісте 50 адам, 60 адам ары кетсе шеше береді. Мемлекеттің заң шығару басқасын. Кезінде сол жоғары кеңесте бір палаталы болған кезде 300 адам отырған ғой депутат болып. Оның алдында ішпей тағдырымыз шешті ғой, өлген жоқпыз ғой. Оған қалай қарайсыз жалпы? Қойшы көп болса қойарам өлетін сияқты маған. Айтады ғой, ондай парламенттік республика деп айтып, мен өз басым түсінбеймін оны. Өйткені біздің менталитетпен парламенттік республика келмейтін сияқты. Ал енді біз көзіңізге елестетіңіз. Парламенттік республика, әй дейтін ажа жоқ, қой дейтін қожа жоқ, ана жерде 100 депутат отырайық, мысалы. Бюджетті талқылайық. Мұзабайыппен жаңбыршин шығуы мүмкін. Мұнайымызды алып жатсыңдар. Теңізіміздің қызығын көріп жатсыңдар. Маңғыстауға беріңдер бәленбай миллиард. Ар жақтан Әділ Жұбановтар шығуы мүмкін. Атырау мұнайлы Астана донорларыңыз. Бізге былай беріңдер. Мына жақтан Қостанайдың депутаттар шығады. Мына жақтан Семейдің депутаттар шығады. Сонымен бюджет бөлінбей, бір жыл отырсақ не болады? Бұл қалай болады? Бізге келмейді біздің менталитетке. Тәуке хан істеп көрді ғой бұны. Тәуке хан бұл системаны енгізіп көрді ғой, билерге билікті беріп сұлтандардан алып алған кезде. Аяғы неге әкеп соқты? Қалмақ шапқыншылығы кезінде әскеріміздің басын қосылмай қалдық қой, мынайындар. Неге тарихтан сабақ алмаймыз біз? Сол сияқты мен парламентте 10 адам болса да, 100 адам болса да, адамның санына қарай бірден өзгереді деп ойламаймын. Жұмыстың сапасы өзгерсе болды. Қазақстанда супер президенттік билік болу керек па? Болды ғой кезінде.
Жоқ, болмау керек. Жоқ. Қазіргі президент Тоқаевтың айтып отырған бағыты маған ұнайды. Жартылай президенттік, жартылай парламенттік болып тең бөлінетін болса, баланс болады сол кезде. Яғни мәжілісті күшейту. Иә, мәжілісті күшейту. Болды, басқа ештеңе. Инфляцияға келейікші. Инфляцияны мына ұстап тұру үшін не жасалып жатыр? Жалпы енді баға дегеніміз күн санап өсіп барады. Қазір мен балаларды мысалы оқуға дайындағанда байқадым. Қалтаға ұрды. Масқара. Жылдан жылға. Көңіліңіз тола ма үкіметтің мына инфляцияны ұстап тұрғаны? Не істеу керек? Жалпы үкімет бұл мәселемен айналысу керек па? Білгірсігенді жек көремін. Тағы да қайталап айтамын. Мен тек өз пікірімді айтайыншы. Әйтпесе елдің бәрі ойлайды, осы білгішісіне осы елдің бәрін ақыл айтықшы екен деп. Менің ойым. Инфляциядан ешкім ешқайда қырқып құтыла алмайды. Бұл дүние жүзіндегі сауда нарығына байланысты құбылмалы нәрсе. Бірақ инфляция деген жұт деген сияқты ғой енді. Бұрынғыша қазақи алып қарайықшы, жұт деген ара тұра кеп тұрады ол жұт. Бай бір жұттық деген сөз қалған бізде. Жұт болмау үшін не істеу керек еді? Шөп жинақ қояды, жемін жинақ қояды, қорасын сайлақ қояды. Әгер әкки біздің Қазақстанда 30 жылда тазик шығаратыннан басқа заводтар ашылып, жеке шағын бизнес дамып, ауыл терісін, жүнін, етін, сүтін өңдеп сатып жатса, бізге инфляцияның қатысы жоқ еді. Баға өседі, біздің өнімді өседі. Табысымыз соғалпы қалатын. Бізде дым жоқ дегенсіз. Мын жақтан үкімет жылайды, сендерге айлық беретін, пособие беретін ақша жоқ деп. Халық өз күнін өзгерейін десе, отырып бейшара қарызға батып алған, бірдеңе бастап егейін десе, егін егетін жері жоқ, мал бағайын десе, жайылымы жоқ. Керемет айтып отырсыз. Керемет айтып отқан жоқпын, бұл шын болып жатқан нәрсе. Қарапайым мысалмен. Болып жатқан нәрсе бұл. Енді сен ол қалай инфляцияға шыдайды? Ол ашынбағанда кім ашынады? Сол сияқты ғой. Су тасқыны келді мысалы. Су тасқыны келді. Ойбай, Атырауда быт-шыт болды, бардық өзіміз. Бәрі адам қолымен істелінген нәрсе ғой. Дәл сол кезде мен Абай облысына бардым. Бізде ауылдарды міне, ауыл бүйтіп мынандай арал құсап қалқан жа, Тасай деген ауылдар Ақсуат жақта бүйтіп. Бірақ ауылдың ішіне су кірмеген. Неге? Сақа әкімдер бар, Ділдәбек Тәжбайұлы сияқты өкіс пенсияда қазір. Солар күні бұрын, су келе жатыр, дамбыны көтерейік, ертең бәле болады деді. Аман есен шықтық. Дәл сол су. Ана жақта жайық болса, мына жақта ертіс. О да оңай өзен емес. Бірақ бірдеңе қылып аман қалды ғой енді. Сондай ғой енді. Сен ертең келетін инфляциядан, жоқшылықтан, не болмаса қандай да бір санкциялардан халқыңды қорғау үшін халықтың базасы болу керек еді. Сақтап қойған. Жоқ қой қазір. Қарыздан басқа не бар басым көпшілігінде халықтың? 1,5 миллион адамның есеп шоты бұғатталған. Не қалайсыңдар енді? Қайдағы инфляцияға шыдау? Отырып алып қазір инфляцияда бүйту керек, сөйту керек. Жоқ. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздеу керек еді. Келесі инфляциядан халықты қорғайым десе, бұдан халықтың жағдайы жаман болып кеткенінен қорғайым десе, әлде кеш емес, қозғалсын. Айтып жүргенімізге қанша болды? Мини завод ашыңдаршы ауылдардан. Терімен жүнді өңдеп Қытайға өткізуге рұқсат беріңдерші, ашып беріңдерші. Биыл ғана ойланып жатыр соны. Жүгері 600 мың тонна жүгері егеді, 200 мың тоннасы ғана Қазақстанның 400 мың тоннасы далада шырып қалады. Неге? Қытайға сатуға рұқсат болған жоқ. 1,5 миллиард тұтынушымыз тұр мына жақта. Ешқандай инвестордың да керегі жоқ еді. Өзіміздікін алып сата беруге. Жоқ, оған әрекет етпейді. Заңмен мынаны шығару болмайды, мынаны сату болмайды. Сөйте тұра экспорт дамытуымыз керек дейміз. Нақтылайық та. Алып сатар болып барамыз ғой біз. Ресейдің санкциядағы, Беларусияның санкциядағы нәрселерін былай қарай өткізіп беріп отқан алып сатар болып барамыз, ол жақсылыққа апармайды. Өндіріс, өзіміздің өндіріс. Кішкентай болса да өндіре берсін. Президент жолдауда жақсы айтты, сүт өнімдерін қолдаңдар, сүт өндірушілер. Тек қана сүт өндірушілер емес.
ойбай еттің бағасы өсті. Өссін еттің бағасы. Иә. Ет деген еңбек. Нанның да бағасы өсті. Нанның бағасы өссін. Арақтың бағасы, темекінің бағасы өсіп жатқан үндемейміз ғой. Анау нанның, еттің бағасы біреудің еңбегі ғой. Диқанның, малшының. Келсем. Өссін. Бірақ сол баға өскенде өзінің бірдеңесін сатып, сол етті алатындай халықта жағдай болу керек. Иә. 150 мың теңге айлық алып отқан, мысалы, қызметкер, 85 мың теңге айлық алып отқан қызметкер. Ол ет 1000 теңге болған кезде де алмаған, 1500 болған кезінде де алмайды. Бірақ 1000 теңге болған кезінен қарағанда, 1500 болған кезінде оның үкіметке деген өші, мемлекетке деген ызасы өрши түседі. Инфляциядан қорғаудың жолы осы деп ойлаймын. Алдын алу ғана. Түсінікті. Бұл енді бір халық тарапынан бір көшеге шығуға, шеруге, немесе қалай жұмсартып айтамыз, митингке әкелу мүмкін бе осындай жағдай? Қымбаттап жатыр, жалақы өсіп жатқан. Жоқ. Егер біздің қазақ көшеге шыққыш халық болатын болса, 30 жылдың ішінде себебі аз болған жоқ. Бірақ қаңтарда ғана ұйымдастырып, ұйымдасқан түрде провокаторы бар, басқасы бар, шығып, сол желеумен, әуімен ғана шықты көшеге халық. Оны да мойындау керек. Сондықтан білмеймін. Ондай ойламаймын өйтіп. Алдарыңызға Жұманғарин келді ғой, енді істі көтереміз деп. Сол кезде қаншалықты қарсы болдыңыз? Барынша қарсы болдық. Біз ана жаңа кітап, қазақ басылымдары, баспаларын алып қалдық. Негізінде басылымдарды алып қалғанбыз. Газеттерді, аудандық алып қала алмады оны. Сонан кейін енді НДС-ті өсірудің ішіндегі маған ұнайтын бір жері, ол жаңағы президентті айтқан оны, байларға көбірек салыңдар дейді, салақты. Себебі қазіргі жағдайда бөлісу керек деді. Иә. Ол қабылданды. Атаңнан қалған байлық емес қой. Қабылданды ол. Бірақ ол бәріне бірдей жұмыс істеп жатқан сияқты ма? Бай еместерге де жұмыс істеп жатқан сияқты. Сол жер кішкене. Ол тікелей байларға бағытталып жұмыс істеу керек. Біз әлі шулатып жүрміз ғой. Дубайдағы 3000 пәтердің әңгімесін. Неғып соны сұрамаймыз? Неғып соны салық алмаймыз? Ол шетелде тұрған жылжымайтын мүлік заңды өзгертейік. Конституциялық өзгеріс келе жатыр. Егер қажет болса, енгізейік. Қазақстаннан шыққан 1 тиын ақшаға, 1 теңге ақшаға 10 тиын салық төлеп тұрыңдар, ренжімеңдер деп. Егер олар Дубайдағы пәтерін Дубайға барып жұмыс істеп ақша алса, онда үндемейтін едік. Ол Қазақстаннан шыққан ақша ғой. Сен ортақ қазаннан алып кеттің. Ренжіме, төлеу керек. Жоқ, біздің онымен айналысып жатқан ешкім жоқ. Жаңағы блогер, қалған құтқаны 1-2 миллион теңгесі барлар, солардың артынан аңдып жүрміз біз әлі. Миллиардтары бар адамды аңдымаймыз. Қыркүйектен бастап па осы тағы да мынау аударымдарды тексереді дегені? Осы қыркүйектен бастап енгізілді ғой дейміз, нақты. Бір шегеріп еді ғой кезінде. Иә, енгізсін, тексерсін. Хаос қалып келеді. Ертең тентіреп бүкіл халықтың шөтін бұғаттап тастайды. Айтып отырмын ғой, 1,5 миллион адам деген аз ба не? Шоты бұғатталған. Қазір қарызсыз оған бойынша жұмыс істеп жүр ғой, Дәулет Мұқаев. Солардағы ақпараттар бар. Ал қазір шоттарды аңди бастағанда бұл 3 миллионға өспесе, 1,5 миллион адамның саны азаймайды. Мына жақтан аманат қарызсыз оған деп тәрбиелеп, мына жақтан алады да банктер қыспақ. Келіспей жұмыс істеу осы. Айтып отырмын ғой, бағанағыға қайтадан алып келеміз. Егер осы проблема, жаңа мен сізге подкаст емес, бұл мәжілісте, үкімет сағатында бәрінің аузынан айтылу керек. Депутаттың емес, министрдің аузынан айтылу керек. Осындай проблема бар бізде. Бұны қалай шешеміз? Бір министрдің проблема айтқанын естімеймін мен. Мәжіліс кейін. Ақша сұрағаннан басқа дым білмейді. Проблеманы айтсаңыздар, шықта. Жоқ. Түсінікті. Су тасқынының алдында. Мен Роман Васильевичтің несін мысалға келтірдім ғой, су тасқын біткен бетте. Неге жауап бермейсіңдер деп.
Оның алдында жаңағы кім Сырымбет бар ғой, Құлсарыдағы аудандық мәслихаттың депутаты, айтыскер ақын. Сол қараша ма қыркүйектен бастап па біздің миымызды ашытқан, бүкіл министрлікке жазған, мына дамбылар ертең су келсе судың астында қаламыз, заңсыз деп. Соны ешкім құлаққа қыстырған жоқ. Ал соны сол кездегі облыстың әкімі айтса, мысалы, не ауданның әкімі, бізде осындай проблема бар. Құрметті үкімет, сіздер маған мына жұмыс істе деп жібердіңіздер, мен бірақ халықтың игілігіне жұмыс істейін десем, міне мына проблема тұр мен. Тимур Құлыбаевтың дамбысы тұр мына жерде. Айтса, ашығын. Тіпті оған премьер-министр үндеме деген жағдайда бүкіл депутаттар көтерілетін еді. Халық шулайтын еді. Айтып отырған міне проблеманы неге шешпейсіңдер деп. Бізде не? Бәрі бақылауда, бәрі қадағалауда, бәрі жақсы. Міне жауаптар. Баяғыда қай әкім айтып еді, Алматыда қарды неге тазаламайсың? Байбек қой ма? Биыл қар аяғасынан жауып кетті деген. Су сияқты да олардың сылтаулары. Осындай жүйені өзгертпейінше жұмыс қала береді осы бетте. Бәріне ыңғайлы. Қағазбен атып бере сал. Түсінікті. Президент айтты ғой, қоғам қатыгезденіп бара жатыр деді. Себебін ойланып көрдіңіз бе? Ойланбаймын, білемін. Жиі айтып жүрмін. Иә. Идеологияның жоқтығы. Түсінесіз ба? Кеше президент айтты. Көп әйел адамдар боқтап сөйлейді. Бұл интернетте тоқтату керек деді. Әйел адамдар, кез келген сауда орталығына барыңыз. 8 жастан бастап балалар еба дегеннен бастап түгел біз білмейтін боқтықтарға дейін біледі. Неге? Себебі тәрбие сол. Қазір қазақ әдеби тілін түсінетін адам жоқ қазір. Кішкентай бала оқушы демей ақ қой, министрлердің ішінде де аз ондай адамдар. Сөз қадірі, өз қадірім деді ғой қазақ. Сөз қадірі кеткеннен кейін, қазір біз тракторист, құрылыс жасап жүрген қара жұмысшылар, оларға ыңғайлы да, әке, шың деп бір-біріне сөйлей беру. Ыңғайлы. Олар кітап оқымаған, оларға кінә тақпайсың. Олардың жұмыс жүйесінде солай, тұрмыс жүйесінде солай. Өкінішке қарай, бізде қазір осы тілдесу мәдениеті, осы сөйлесу мәдениеті жаңағы төменгі жақта болған, қара жұмыстың ішінде, ауыр жұмыста, не болмаса біреулерде болған сөйлесу мәдениеті қазір әкімшілік, телеарна, интернет деңгейіне көтеріліп кетті. Боқтамағанда қайтеді енді. Күні кешке дейін. Қазір біреуге мынау бір әздек екен дейші. Ешкім түсінбейді. Мынау бір интриган екен десең бәрі түсінеді. Екеуі бір сөз. Қоғам ғой. Тәрбиелеуге ешқандай әрекет жасалып жатқан жоқ. Интернетті ашыңыз. Қазақша сәлем сошыл түсіріп жатқан сериалдарды қараңыз. Сөйлесу мәдениеті қандай. Жарайды, сериалдарды алмай қойық, интернетті алмай қойық. Мемлекеттік каналдарға барайық. Кім еді Нұрған? Астарлы ақиқат көреміз, тағы көп қой ондайлар. Отырып не істейді? Қалаулым, палаулым. Боқтасады ғой бір-бірімен. Оны көрген қоғам не істейді? Осылай сөйлесуіміз керек екен деп ойлайды. Салмақты сөйлейтін, сөз қадірін білетін айтып отырмын ғой. Қара жұмысшы емес, басқасын айтпай қойын. Лауазым тұлға жоқ. Неге саясат Нұрбек келген кезде мәжілісте көп адам сұрақ қоймай жаңалық болады? Сөйлеуді біледі. Көрдіңіз бе? Сөйлеуді біледі. Сөз саптай алады. Біз қазір айтамыз ғой, Бәленбай сұлтаннан осындай сөз қапты, Пәленбай биден осындай сөз қапты деп. Сол кездегі ел басқарған адамдар просто атаулары басқа. Қазіргі министр, депутат дегендерің бұрынғы жаңа би, не деген төре, төленгіт жаңа сондай өздерінің атаулары болды. Соларды қараңыз. Қандай сөздер сөйлейді. Абылай ханның кеңесшісі болған Бұқар жыраудың сөзін қараңыз. Қазіргі біздің кеңесшілердің ішінде бар ма екен осындай деңгейде сөйлей алатын? Жоқ. Қағазға қарайды бәрі. Оның өзін дұрыс оқи алмайды. Қоғам бұзылмағанда қайтеді. Серік Ерғали ағамыз айтпақшы, Қазақстанды орыс тілділер басқарып отыр деп осы жерде ашынып, күйініп айтқаны бардың. Сөз түсінбейді дегенге соған әкеп отырмын ғой баяғы. Сөз ұқпайтын.
Енді біраз проблеманы айттық қой, соның ішінде міне жаңа соңғысына қатысты мысалы. Енді оған қатысты қандай сауалдар болады, қалай осы сессияда қалай жұмыс жасайсыздар? Президент қатысқан жиналыста да айттым. Бәрін тоқтата тұрайықшы деп, идеологиялық жұмыс істейік. Түгел жүрген подкастымда да айтам, тоқтата тұрыңдар. Кісі өлтіру, тонау, жемқорлық, сыбайластық дұрыс идеологиялық жұмыс жүрмейінше тоқтамайды. Өйткені халық соны қалыпты жағдай деп қабылдап алған. Сіз түсінесіз ба? Тіпті осылай әңгіме айтып жүрген менің өзімнің таныстарым, туыстарым реті келсе әділетсіздік жасап жібергісі келеді. Егер соған жол беретін болсақ. Түсінесіз бе? Сондықтан қазір идеологиялық жұмыс деген не? Идеологиялық жұмыс деген ол бүкіл мемлекеттегі оқиғалардың жиынтығын алып, соны халыққа дұрысынан жеткізу. Идеология деген осы. Мысалы, сен адамды соғысқа шақыратын болсаң, жүріңдер соғысқа өлесіңдер десең, ешкім бармайды. Жүріңдер соғысқа батыр боласыңдар де, өлетін біліп тұрса да барады. Идеология деген осы да. Бізде идеология бар ма Қазақстанда? Жоқ. Жүргізілмейді. Керісінше идеологиялық жұмыс жүргізгісі келетін адамдарға кедергі келтіреді. Керісінше. Атын айтпай қояйын. Осында Қазақстандағы үлкен мәдени білім беру мекемесінің басшысының бір жиында отырып, фу, эти дамбристы деп сөйлегенін көрген. Мәдени білім беретін мекеменің басшысы. Осы ма идеологияның бары? Жоқ, идеология емес. Оны бұрыннан айтып келесіз негізі, дұрыс. Түсініп отырмын. Осы сессияға жұмысыңызды қалай қоясыз енді? Осы сессияда қазір ең бірінші дабыл қағып жатқаным, жақсы жұмыстар, өзіме ұнайтын жұмыстарды айтайын ба, айғай-шуды айтайын. Екеуін де айта кетейін, екі мысал енді. Бір жағы, біз Аманат партиясымен қазір үлкен жоба бастағанбыз, оны мен тежеп жатырмын, мойындаймын. Себебі електен әбден өткізіп алғым келеді. Бұл әскери патриоттық рухты көтеруге байланысты. Аманат партиясымен біз үлкен Дәулетжан Обайұлымен ақылдасып, осылай деп бұйыртса, бұл жақсы жоба болады. Мен егер осы сәт шығып кетсе, осы жоба, онда осы бағытта да жұмыс істеп көргім келіп отыр. Сонымен қатар, мысалы, мен енді Абай облысына ғана қатысты айтып отырмын, бірақ подкасттарыңыз арқылы жеткізейін бүкіл халыққа, өйткені бұл бүкіл республикада бар проблема деп ойлаймын. Бізде денсаулық сақтау министрлігінде бұйрық бар, 1500 адамға толмаған жерлерде дәрігерлік амбулатория болмау керек деген. Қазір 1000 ауылы адамы бар, 1100 адамы бар ауылдарда істеп тұрған дәрігерлік амбулатория бар. Ішінде дәрігеріне дейін бар. Енді бұйрыққа сәйкес соның бәрін жауып, тек фельдшерлік амбулаториялық пункт қалдырмақшы да. Ол орталық үлкен ауруханадан кемі 60-70 шақырым жерде орналасқан. Сенің Қазақстандағы 70% жедел жәрдемің тозған, бұл ресми факт менің айтып отырған, мен ойдан шығарып отырған жоқ бұл сандардың бәрін. Нең бар амбулаторияң жоқ? Соны айтамын. Ол ертең ауыл құриды сол жерде. Істеп тұра берсін. Жоқ, ауыл құриды. Не қажеттілік туындады? Сенен қосымша ақша сұрады ма? Жоқ. Сенен қосымша маман сұрады ма? Жоқ. Істеп тұрған амбулатория. Сол ауыл қызығын көріп отырған дәрігерлік амбулатория. Өйткені бұйрық бар, заң бар. Сендер 1500 адамға толмайсыңдар, мұны жабу керек дейді. Қазір осыны тоқтатқымыз келіп. Өйткені Асхат Аймағамбетпен осыны екеуміз талқыладық, айттыр, еке бұл Ринат былай істейміз деп қазір сатылап отырмыз. Қазір Ақмарал Шәріпбайқызымен де бұл жайлы ақылдасамыз, Ермек Беделбайұлымен де ақылдасамыз. Өйткені бұл мен қазір бір ауданның өзінде 3 осындай амбулатория бар. Бізде Абай облысында, Көкпекті ауданында 3 амбулатория тұр осындай. Қалт-құлт етіп. Халық ан жерде шошып отыр. Мынаны неге жауап жасайсыңдар? Ал Қазақстан бойынша қаншасы бар екенін білмеймін. Сондықтан осындай өтініштері болса, халықтың өтініш арқылы бізге жіберуін сұраймын. Себебі біз бұны бір жақты қылуымыз керек. Болмайды өйтуге. Қазір ФАП салу үшін де тағы қосымша ақша кетіреміз. Не керегі бар оның? Керісінше осын сақтап қалайық. Сонда бәлкім ана 1100 адамы бар ауыл 1400-1500 болады 1-2 жылда. Ешкім қайда кетпейді, егер амбулаториясы болса, мектебі болса, басқасы болса.
Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, бізде шекаралық аймақта ауылдарды өркендету, енді президенттің тікелей тапсырмасы бар. Барсам, осы жол Бесқарағай ауданында 2 дайын тұрған не бар, шекаралық пункт. Бекет пе? Бекет. Кәдімгі. Салына басталған, төбесі ғана жабылмаған, казармасымен бәрімен 2 ауылда дайындыр. Қоянбайда да, Босталда да. Бірақ, ол тікелей ұлттық қауіпсіздік комитетінің құзыретіндегі не ғой, объектілер. Алғанда оны аудан әкімшілігіне бере салған. Аудан әкімшілігінде біріншіден ақша жоқ салатын, екіншіден олай істеуге болмайды. Бұл мемлекеттік стратегиялық объект. Бұны ұлттық қауіпсіздік комитеті бастан аяқ қадағалап, соны салып, соны іске қосса, ана 2 ауыл гүл-гүл жайнайын деп тұр. Өйткені шекарашылар келеді, жаңағы солдаттар келеді, олар сол жерде қалып қояды, кейбір офицерлер семья құрады. Міне даму деген осы. Анау аяқсыз қалған қанша ақша бөлінді мысалы бюджеттен солай ғой енді. Енді осыны қайтадан айту керек. Осы мәселенің бәрін көтеру керек. Бұндай мәселелер көп. Түсінікті. Басқа не? Онда былай істейік, міне және осы соңғы жолдау міне 1-2 күн болды ғой, жолданғанына. Енді ол туралы айтуға ерте шығар. Бұған дейінгі жолдауларға қатысты айтатын болса, осы президенттің тапсырмалары қаншалықты орындалып жатыр? Бұған дейінгі жолдаулар, енді заң мен тәртіп деген қағидатқа келейік, мысалы да. Президенттің жиі жолдауларында айтатыны. Заң мен тәртіп дейді. Қазір сотталып жатқан адамдарда есеп жоқ. Бұл еркектер бірыңғай. Жоқ, әйелің де бар, басқасы бар. Бұл ертең қоғам өзі идеологиялық жұмыс дұрыс жүріп қоғам түзелетін болса, бұл бізде бірден дереу төмендейді, халықтың еті ақырындап үйреніп алады бұған. Қылмыс жасамау керек екеніне, басқасына. Ол орындалып келе жатыр деп ойлаймын. Бізге қиын болып жатыр. Ойбай, заң қатал екен, заң қатты екен, бірақ әйтеуір заңның бар екені ептеп бір бәйшешекше ақырын көрініп жатыр. Ол да жаман емес. Екіншісі, білім. Президенттің жайлы мектеп, ауыл мектептерінің деңгейін көтеру тапсырмасы жолдауында. 90% орындалды. Қазіргі жайлы мектептер қандай керемет. Және түгел қазақша. Қазақ балалары дені дұрыс мектептерде оқи бастады. Мен қатты қуанамын оған. Қазір жайлы мектепте өзі барып көріп шығыңызшы. Астанада да бар ғой? Жоқ, Астанадағысына бармаңыз. Сіз ауылдағысына барыңызшы. Ана ауылдың фонында ана мектепке кірген бала шыққысы келмейді ана мектептен. Өйткені бүкіл қызық мектептің ауласынан бастап мектептің іші. Керемет. Бұл да жолдаудың орындалғаны ғой. Енді жолмен қамтамасыз ету. Уже міне Арқалыққа қарай жол салынуды тапсырма берді. Алматыдан Семей арқылы келетін болсаңыз, Алматы, Семей, Павлодар, Астанаға дейін көлігіңіз енді бір жолда тас жатса бір бейтеуі мүмкін шығар, әйтпесе айнадай. Мен осы жолы демалысымда 10.000 шақырымдай жүріп тастадым көлігімді. Жаңағы аудандарды аралаған бар, басқасы бар, анау бар, Астанаға келгенімше 10.000-нан аса шақырым жүріп тастадым. Сіз айтқан жолды естідім, тақтайдай дейді, иә. Тақтайдай. Мақтап жатыр адам. Қазір Алла қаласа мына Арқалықтікі бітетін болса, бұл да талай адамға әлі жақсылығы тиеді деп ойлаймыз. Орындалып жатыр ма? Орындалып жатыр. Туризм дамыту. Биылдың өзінде Алакөл мен Марқакөлге қызығып отырған инвесторлардың қарасында есеп жоқ. Мезгіге дейін тіпті қытайлық инвесторлар келіп күліп кетті. Сендер неге Алакөлдерің бір ай сезоны деп. Біздікілер су қатқалады қойса, су ішке кіргізу қиын ба деді. Енді олар қазір сұранып отыр, дайын проектлер бар. Бізге беріңдерші орын, біз жыл 12 ай істейтін қылып қоямыз бұл жерді. Керемет инфраструктурасымен, керемет демалыс орнын өзіміз жасап қоямыз. Қонақ үй салып өзіміз ақша табамыз. Тек рұқсат етсеңдер болды. Енді демек олар бір қонақ үй салғаннан кейін қазақтарда еріксіз солармен тайталасып сала бастайды деп ойлаймын. Бұл туризмнің даму, туризмнің келу. Спорт жүйеге келтіру. Өткен жолдауынданысын айтып отырмын. Спорт жүйеге келтіру. Білдей бір заңмен жүйеге келтіріп бердік. Қазір енді ауылдағы балалардың жарысқа баруын қамтамасыз етуге ақшаны дұрыс бұрып,
соны жүйеге қойса қалған мәселелер шешіліп қалды деуге болады спорт саласында. Оны білеміз. Темір жол саласында достық мойынты бітті, Бақтаегөз біту керек. Өткенде премьер уәде берді, бірақ айтпай қояйын, күмәнім бар екен, басқасы бар екен, сенемін деп өзіне де айт, шын болса болды. Уақытылы бітеді деді. Егер Бақтаегөз темір жол салынатын болса, бұл Абай облысына үлкен күре тамыр болады. Кәдімгідей күре тамыр болады. Қан жүргізеді бойына. Орындалып жатыр ма? Орындалса, құба-құп. Озық технологиялар, міне, жасанды интеллект министрлігінің ашылуына дейін алып келді. Жаңа технологияларды. Ғылым білімді дамыту. Біз заң жүзінде бұрын мәдениет мен спортқа ғана жарысқа қатысып келген балаларға берілетін еді. Қазір халықаралық олимпиаданың жеңімпаз болып келген оқушыға 5 миллион теңге, оны тәрбиелеген мұғалімге 500 миллион теңге беріледі. 500 мың теңге беріледі. Аузыма 500 миллион деп айтып қоймын. Оған күнге де жетейік. Бұл да орындалып жатыр. Бар екен онда, иә? Жоқ емес, бар. Дұрыс. Бірақ біз осы жағын байқамай қаламыз ба көбіне? Жоқ, көп таяқ жеп қалдық қой. Денесі көгерген, ет ауырған адамға сипағанда ұрған болып көрінеді. Сондықтан өз кез келген нәрседе, мысалы, ертең бірдеңені табу үшін бүгін бірдеңені жоғалтуға мәжбүр боласың. Ол заңдылық сондай. Мысалы да, сен бір қызыңды мәпелеп өсіріп бағасың да, бір күні оны беруге мәжбүрсің. Біреуге, танымайтын біреуге аласың да, деп қолына жетектетіп соған беріп жібересің. Неге? Бұл өмірдің заңы. Балаң өсу керек, ол ана атану керек сенің қызың, бір әулетте ол ары қарай өмір жалғасу керек. Дәл сол сияқты. Алға ілгерілегенде бәлкім бүгін бір нәрсені жоғалтатын шығармыз.